Шәкизада 10 жылдықты бітіргелі өмірі өз арнасымен келе жатқан сияқты болған. Жоғарғы оқу орнын сырттай бітіріп, өз бетінше тырбанып жүріп, шалғай ауылда жүрсе де аспирантураға түсті. Етектен тартып жатқан бала жоқ, үй ішінің жұмысы әке-шешесінен, іні-сіңлілерінен артылмайды. Сондықтан мектепте бір жүктемеден жоғары сабақ алып, ақшаны да тәп-тәуір тапты. Әке-шешесі даңғарадай үйді де өзінің көмегімен тұрғызып, ішін лайықты дүниеге толтырды. Артынан ерген тете інісін сүйреп жүріп, оқуға түсірді, оқытты. Барлық жұмысын көз майын тауысып, өзі жазып берді. Артымнан ерген осылар оқып, адам қатарына қосылып кетсе екен, деп тілейтін. Сөйтіп арпалысып жүргенде, жасының да біразға келгенін, мойыл қара шашын ақ шалғанын, шаршағанын, құрақ талдай денесінің толып, шау тарта бастағанын сезбей де қалды. Неғұрлым көп оқып, көп білген сайын, өзі де мінезі ауыр адам, сөйлесетін, сырласатын адам таппай, жалғыздық жалғыз жолдасы болды. Тіпті жасы 30-дан асқан соң, ешкімде ұнамай, жастар жай шуылдақ, үлкендер мылжың сияқты әсер ететін болды. Бір күні ауылдың 5-6 ақсақалы келіпті. Әкеме амандасуға келген болар деп, ойында түк жоқ, сүйікті жазушысы Золяны оқып жатқан. Шайларын ішкен соң бұны шақырады. Ойпырмай, осы жұрттың менде несі бар екен? Деп жақтыртпай, іштей жылынып шықса, біреуінің өзімен жасты баласы бар екен. Уақыт болса өтіп бара жатыр, екеуің бір бүтін болсаңдар, дейді. Ой, жынның түскен-ай, қапелінде аузына сөз түспей қалды, қорланғаны соншалық өңі қарауытып, тұтығып, шығыңыздар, деді. Шешесі шыр ете түсті. Ағатайлар-ай, кешіре көріңіздер, қарғай көрмеңіздер, деп. Жоға, қарғап қайтеміз, мына балама айтарым бар. Балам, жалғыздық Құдайға ғана жарасады. Қу ағаштай қураған өмірде не сән бар, деп сақалы дірілдеп, ашына сөйлеген шалды алжығанға сайды. Бұрымы тоқпақтай болып, бұрылып алып, кетіп бара жатқан қызының артынан қарап, әке шарасы құрып бас шайқады. Бұл құдалық туралы ешкім бұл үйде бұдан арғы уақытта деп жақ ашқан жоқ. Тіпті ондай ештеме болмағандай. Сөйтіп жүргенде інісі Кәкен үйленді. Келін көп күлетін, көп сөйлейтін адам болып шықты. Өзі сондай көпшіл. Тіпті түскі асқа келгенде жұмысынан бірін келіншекті ертіп келіп, шәй ішпесе көңілі көншімейді. Бұл үйдегілерге бұрынғы тап-таза, тыныштықтан мүлгіген тіршіліктері у-шу болып кеткендей болып көрінді. Тыныш тіршілікке үйренген өмірден маза кетті. Бетті құрғатпайды, кірді жақсы ашады деп, бұрынғы Шәкизада алып жүрген арзан сабын, кір жуатын арзан ұнтақтардың орнына қымбаттары алынатын болды. Моншаға түскенде кірді жақсы кетіреді деп, бұл үйдің іші кір сабынмен жуынатын. Келін түскелі ол заң айдалада қалды. Денені күшті жұмсартады екен, иісі де жақсы деп, бәрі иіс сабынмен жуынатын болды. Шәкизаданың жынына тигені әсіресе заттардың орнына қойылмайтын болғаны еді. Анада бір жеңіл желпі кірлерін жуа салайын деп, кір жуатын легенді іздесе, орнында жоқ. Ары жүрді, бері жүрді іздеп, таба алсашы. Апа, есіктің алдында әлулі тұрған леген қайда? Деп сұрауына тура келді. Ана келін, легеннің есік алдында әлулі тұрғаны көрген көзден ұят, деп моншаға апарып тастаған, деді. Барса, моншаның еденіне лақтыра салыпты. Көзіне көрінсе түтіп жейтін еді. Абайыр болғанда келін жұмыста болып қалды. Қып-қызыл болып, қол жететін жерде ғана әлулі тұратын легенді, дүниенің барлық кір-қоңы жабысып қалғандай жұлынып ары жуды, тарсылдатып бері жуды. Шешесі ашудан тырсылдап, жарылайын деп тұрған қызына сөйлеуге батылы жетпей, есіктен сығалап бір қарады да үн-түнсіз
пәледен машайық қашыпты дегендей аяғының ұшынан басып ары кетті. Бір жеті бойы мектепке тексеру келеді дегенді естіп, мұрнынан шаншылып, барлық құжаттарды ретке келтіріп, шаршап, шалдығып, үйге барып бір демалуды, тыныштықты аңсап келсе, үй, у-шу бәрі естері кетіп, зыр жүгіріп жүр. Келіні бірінші жалақымды жуам деп 10 шақты әйелді ертіп келіпті. Ести сала шешесін шақырып, бұларың не десе, оның көзі шапақ-шапақ етіп жусын дейді. Өзінің еңбегімен алған ақшасын жуу деген дарақлық қой, бассыздық қой, бұлар қайтып адам болады деп зәрін шашып еді. Шешесі, болды, ұят болады елден, кейін деп қашқақтағандай болып ас үйге кетті. Ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс болып үйреніп қалған Шәкизадаға әке-шеше, бауырдың істеген істері, қазіргі қылықтары сатқындық сияқты әсер етті. Бөлмесінің есігін тарс жауып алып, ішпей жемей, ашудан іші қара қазандай қайнап, жарылардай болып жатыр. Ол күні нәр сызбай сол күйі ұйықтады. Әкесі, шешесі, інісі, сіңлісі келіп, есікті қанша қақса да тырс етіп дыбыс бермей қойды. Ертесінде тұрды. Жұмысқа баруы керек. Есігінің алдында жалынышты күймен өзіне телмірген жақындарына көзінің қырын да салмай өте шықты. Торсиып отырып, бір шыны шәйді ішті де, абдырап, екінші шыныны сүтін көп қатып, шәй ұсынған шешесінің қолын қағып тастап, асығыс-үсігіс киініп шыға жөнелді. Осы күймен мектепке барған ол, мектеп ісінің меңгерушісі болған соң, тексеруге, қағаздары даяр емес мұғалімдердің екі аяғын бір етікке тықты. Олар болса, істерге шаралары жоқ, ауыздарын ашпайды. Осы қашан байға тиіп көзі құриды екен деп өсектегеннен басқа қолдарынан ештеме келмейді. Себебі өздері де кінәлі. Үйдегі бала шаға тынымсыз тіршіліктен кейде ештемеге үлгермей, әйтеуір қалқиып, сабақ өткізуге келетіндері рас. Шәкизаданың үйдегілерге өкпесі қара қазандай болып, кабинетінде жұмыстарын қарап отырып қалды. Сағатына қараса түнгі 10 болыпты. Көңілі құлазып, сыртқа шығатын есікке бет алды. Есіктің алдындағы орындықта бір-біріне сүйеніп, өзін күтіп, қалғып-шұлғып отырған әке-шешесін көріп, көңілі босап кетті. Осылардан басқа менің кімге керегім бар, деп ойлады. Жүріңіздер, бұларыңыз не, мені бала құсатып күтіп, деп алдыға түсті. Содан соң ғана бұл үй баяғы қалпына түскендей, тіршілік бұрынғы ырғағын тапқандай қоңыржай қалыпқа түсті. Бәрі алдамшы екен. Бір күні жұмыстан келсе, у-шу, әлде бір жиналуға үлкен даярлық жүріп жатыр екен. Шешесін шақырып алып, бұл не десе, ол күмілжіп, Ғайша құрсақ ашу кәдесін жасайын деп жатыр. Бойына бір нәрсе біткен бе, соған бірге жұмыс дейтін әйелдері шашу шашыпты, соны атап өтпекші, деді. Немене, құрсақ ашпаса ол бала туылмай қала ма? Деген сөз аузынан қалай шығып кеткенін байқамай қалды. Өмірі қарсы келмейтін шешесі тек, деді. Шешесіне зілдене қарап, ақшаны қайдан алдыңыздар, деді. Әлгі сенің ақшаңнан алдық, деді шешесі өңі қуарып. Ал содан кейін басталды. Өмірін осыларға арнаса да, қадіріне ешкімнің жетпей жатқанын, жанын жеп тапқан ақшасы көп шуылдаққа қор болып, желге шашылып жатқанын, бұл қазақтың ырым-жырымы тек ақша шашу, ішіп жеу екенін, қазіргі ақшасы жоқ адамның ертеңгі күні қараң болатынын, соған ақылдары жетпейтіндеріне қайран қалатынын, тағы да басқа көп нәрселер айтылды. Әйел алса да, кәкен бала құсап, барылдап, жылап, әпкесінің адымын аштырмайтынын, өзін түрмедегідей сезінетінін айтып салды. Шәкизада, пішту әйелінің сөзі, деп ойлап ашуын жимай тұрған.
Бір уақытта келін солқылдап жылап жүрегі қысылды. Бұлай ендігәрі тұра алмайтынын, кәкен көнсе бірге кететіндерін, көнбесе жалғыз кететін ойы бар екенін жайып салды. Жүгіріп киімдерін жинай бастады. Шешесі «Қоя қой жаным» деп шыр-пыры шығып, әр киімге бір жабысып жалынады. Оған көнетін келін жоқ. Осы кезде өңі жердей қарауытып әкесі кірді. Бәрі дымдары шықпай, үнсіз оған қарап қалды. «Қойыңдар», деді ол даусы қарлығып, тұншыққандай жұтынып. Қызына ашулы көзімен алая қарап, «Шәкизада, әр адамның өз өмір жолы болады», деді тұтығыңқырап. «Сенің де өз түтініңді түтететін кезің келді. Бұл жастар өз түтінін түтетіп жатыр, тиме бұларға», деді.